Басым қарасайсың. Кішкентай болып қалды. Сен басың кішкентай болып қалды? Иә. Қазан басқа қалай кішірейтейін десең де кішірейтейін ғой. Нормально. Болмай маған. Мынау сен подготовкасын мынау оңдырсың ғой. Сақал өсіргің келе ма? Кейде өсіргім келеді, кейде өсіргім келмейді. Не үшін өсіргің келеді? Жай. Келімді кетімді өмір деген осы бәріміз. Саяхатта жүреді, играет, жизнь советі. Біз любой адам шашат жүреміз ғой негізі. Неге? Балаларымызды қамқарымызды өзіміз жоқ болып кетті. Өз балаларымыздан өзіміз қашамыз. Қажет болып кетеміз ба? Ой, Алла, мәлік өз көріне. Енді үйленуіміз керек па? Кішкене ақыл ес жинап негізі. Ақыл есіміз енді кіріп жатыр ма? Енді үйленуіміз керек па деген қалай кетті. Ой, Алла. Аликошқа барсам үстіне жауап десін. Мұнша көрейін деп жатыр екенсіз. Иә. Тамақ тез жетті. Мен тойып тұрмын, сабақта ішкем, енді маған келмеңдер жоқ. Ертең примерно Руслан мен Алия сияқты отырамыз. Үшеуі жаққа кетеді. Ананың шашын көрдің бе? Биіктікте өкіткен қоярым. Иисус Христос. Анамын қолым мынандай шоқ. Ақал жүрген емес тағамын. Мен мамасын емка ғой. Керемет корпоративтен келдім. Басында қатты көңіл күйім болмаған еді. Кезінде визажист болып жұмыс жасаған соң кейде образым ұнамай қалса, жылағым келеді ғой. Бір ойыңдағы, қиялыңдағы бір дүние болады да, ойыңдағыдай болмай қалса болды. Бірақ ана жақта сүйікті әншілерің, күшті әндер ойнап жатқан кезде сразу настроениең көтеріліп, Жанеркенің екі иығы бүйтіп көтеріліп, билеп кетеді. Қараңыздар, айтайын дегенім мына бетке қарасаңыздаршы. Мына бетке қарасаңыздаршы. Қанша зажигать етіп терлеп, билеп, шай ішіп жүрсек те ағып кеткен жоқ. Атауы таңертең жақсаңыз түнге дейін тұра береді. Енді мен өзім визажист болып жұмыс жасағандықтан бүкіл тоналканы қолданған. Расымен де болды. Қолданып көрген аруларымның барлығы риза. Мынандай тоналканы өмірде көрген жоқпыз деп беттеріңіздегі бүкіл кемшілікті жоқ қылады, күні бойы тұрады. Наоборот, біраздан кейін сіңіп, макияжың жақсы болып қалады. Қараңыздаршы тонымды. Ал тем более жаңа жылдың құрметіне сіздерге. Қараңыздар, артық сөзден қажет жоқ, результат сөйлесін.